Дупрайм брокерлік компаниясына сізге регистрация жасау үшін ссылка жіберіледі алдын ала. Соны ашқан кезде осындай парақша ашылатын болады сізге. Мына жерде осы индивидуал клиент деген сол қалпында қалап беру керек, бірінші. Екінші, first name дегенге атыңызды жазасыз латын әріптерімен, last name дегенге фамилияңызды жазасыз. Мына жерге country of residence деген кезде жерге міндетті түрде Қазақстан деп таңдайсыз. Даже сіз Қазақстанда тұрмасаңыз да Қазақстан деп таңдай беріңіз. Содан кейін астына номеріңізді жазасыз, WhatsApp номеріңізді жазған дұрыс, контактіге шығатын. Email деген жерге почтаңыз жазасыз, өзіңіздің тұрақты қолданатын доступыңыз бар. Яндекс па, Mail.ru, Gmail.ru осылардың біреуін жазсаңыз болады. iCloud-ты жазбасаңыз дұрыс негізі. Келесі IB реферал код деген кезде бос қалады, ештеме жазып керек емес. Пароль деген жерге мінекей ережелер бар, үлкен әріп, кіші әріп, сосын бір знак и сандар болу керек. Мен осындай қарапайым құрадым сіздерге мысал ретінде. Осылардың бәрін толтырып болғаннан кейін астындағы галочканы басасыздар. Мынау ережелері, соны оқып танысып шықсаңыздар да болады. Танысып шыққаннан кейін таныспасаңыздар да болады, өздеріңіз білесіздер. Мына жерде галочканы қойып астындағы continue деген қызылды басасыздар. Екінші осындай страница ашылатын болады. Бұл жерде сіздің почтаңызға өзіңіз жаңа көрсеткен пин-код барды, сол пин-кодты сіз жазу керексіз. Почтаңызды ашсаңыз, пин-код келіп тұрады. Немесе мына жердегі ссылканы жоғарыдағы бассаңыз, почтаңыз верификациядан өтеді. Кішкентай әріптермен U, D, 6E деп тұр, иә. Жалғастырамыз. Оң жақтағы continue дегенді басып. Келесі сіздерде осындай страница ашылатын болады. Енді верификация өтеміз. Мына жерде 1, 2, 3 деп 3 қадам тұр. Бірінші қадамнан бастайық. Мінекей start level 1 деп тұр. Date of birth, туған уақытыңызды көрсетесіз. Жылды жазамын, 1997, немесе өзіңіздің жылыңызды жазасыз. Келесі, қай елдің азаматысыз, соны жазасыз. Қазақстан. Таңдаймын. Жалғастырамын. Енді бұл жерде дұрыс, бірінші қадамнан өттік. Келесін табу үшін сол жаққа қарасаңыздар, профайл деп тұрады. Қайтадан жаңағы верификацияны шығу үшін, жасау үшін. Мына жерде профайлды бассаңыздар, KYC дегенді басасыздар. Мінекей бізде бірінші қадам өтілді, екінші қадамға басамыз. Бұл жерде онлайн өту керексіздер. ID-іңіздің немесе паспортыңызды жүктей аласыздар. Бірінші паспорт, екінші бұл национальный, яғни удостоверение личности. Мен мына жерде паспортты таңдайын. Мына жерде рұқсат бересіз, камераға түсіруге болады дегенді. Сіздерде бұл жерде камера ашылып тұратын болады, мен просто камераны ашпай қояйын. Мына жерде паспортты фотоға түсіруге арналған. Егер сіз фотоға түсірмеймін, жоқ менде жақсы фотоға түсірілген варианты бар десеңіз, астына қарасаңыздар upload деп тұрады, жүктеу деген сөз. Соны таңдайсыздар, жүктеуді басам, мен телефоннан жүктеймін бұл жерге. Мынаны бастым үстін. И паспортты таңдаймын, жүктеймін. Next, келесі. Бірінші беті ғана паспорт, ал егер жеке куәлік болса, жеке алдын бір жүктейсіз фотосын, және артын бір жүктейсіз. Неразмытый дұрыс фотоға түсірілген версиясы болу керек. Мінекей барлық информация шығып тұр. Келесі. Енді бет. Бұл жерде камера ашық болу керек. Инструкция көрсетілген, көзілдіріксіз. Фотоға түсіреді сізді, тексереді сапасын. Бұл жерде мен өтпей қалдым, себебі менде уже аккаунт бар, сол үшін мына жерде duplicate деп тұр, бұрын бар деп тұр, сол үшін өтпей тұр. Бірақ сіздерде ол жасыл болып сразу өту керексіздер. Және верификацияның соңғы қадамы, бұл үшінші қадам, міне осылай тұратын болады. Егер бұл страницаны жоғалтып алсаңыздар, тағы да айтамын, повторно профайл дегенді басасыздар, жеке кабинеттен сол жағындағы телефонмен кіріп отырсаңыз, осындай 3 бұрыш шығып тұрады, 3 точка. Сосын KYC деген гайд, соны басасыз, KYC дегенді и қайтадан осылай шығатын болады. Мінекей бірді өттік, екіні өттік, үшінші қадам, мына кішкентай begin дегенді басасыздар. Осылай шығады. Бұл жерде қандай жұмыс жасайсыз, соны таңдайсыздар. Мысалға, қандай жұмыста істейсіздер? Студентсіз бе, докторсыз ба, мына жерде бизнесіңіз бар ма? Мысалға, мынау бизнес бар, ИП, иә. Мынау финанста жұмыс жасаймын, IT, администрация, мынау сату бойынша жұмыстар жасаймын, маркетинг бойынша, публик дейді. Мемлекетте жұмыс жасайсыз ба, білім бойынша жұмыс жасайсыз ба, сервис және трейд дейді. Мына жерде жаңағы отельный бизнес жүргізуші, жоғалды пенсиядасыз ба, студентсіз бе, үйде жұмыс жасайтын адамсыз ба, осы жерден жасауға болады, таңдауға болады. Мен education деп білім жағын таңдадым. Келесі. Бұл жерде екінші сұрақ, сізде ақша қайдан келеді? Мына жерден employment income деген зарплата, бизнестен келетін табыс, сақтаған ақшаларым, инвестициядан келеді. Мына жерде акция әртүрлі нелерден, крипто дейді, немесе пенсиям, солдан, немесе арендадан түсетін ақша дейді. Мына жерде давайте сейвинг деген екеуін таңдауға болады. Бірнеше вариант таңдауға болады ақшаның келу жолы. Келесі,
бұл жерде proof of address дейді, яғни адресная справка деген сөз. Қандай документ жүктейтінімізді таңдайық. Мына жерде utility bill дегенде, бірақ аты жөндеріңіз көрініп бәрі тұру керек, адрес. Бірақ Қазақстанда формат басқандай болғандықтан бізге банк выписка жүктеуге болады, себебі аты жөніңіз толық көрсетіліп тұрады. Немесе proof of real estate, немесе жеке меншігіңізде бар, үй бар деген справка, немесе тұрғылықты тұратын жеріңіз бойынша жүктей аласыз. Біз осы proof of real estate дегенді таңдаймыз. Қай елдікі? Бізде Қазақстаннан алынған, сондықтан Қазақстан деп поискқа жазып таңдаймыз. И мынаны бассаңыздар, файлды PDF дейді, немесе форматтары көрсетіліп тұр. Көбінде PDF пен жүктегендеріңіз дұрыс болады. Басып, мына жерде Каспийдан алынған наркодиспансерден справка, сол жерде адрес толық көрсетіліп тұр. Аты жөніңіз, сондықтан осыны жүктеуге болады. Бір вариант, немесе жеке мүлігі бар дегенде жүктеуге болады, егер басыңызда үй бар болса. Жүктелді, жүктелгеннен кейін қызылды басып континьюді басамыз.